Қайырлы күн, Түгел Лайф YouTube арнасының көрермендері, бүгін бізде кезекті подкаст. Балалар футбол туралы айтатын боламыз. Қонақтарымыз Манарбек Ержанов, Ақжайық футбол клубының директоры, және болашақ жеке футбол клубының негізін қалаушы Руслан Хайруллин. Қош келдіңіздер. Енді балалар футбол деген ең маңызды нәрсе. Қазір барлығы да футболды дамыту үшін балалар футболын қолға алу керек дейді, балалар футболын инфраструктурасын дамыту керек дейді. Бізде жалпы балалар футбол қазір қандай деңгейде мәке өзіңіз? Бізде енді Ақжайықта қазір кішкене қысқарып қалғанын білеміз, десе де балалар футбол бар, футбол орталығы жұмыс жасап тұр. Неше тренер, қанша бапкер жұмыс жасап жатыр? Ассалаумағалейкум көрермендер. Сұрағыңыз өте орынды. Енді бүгінгі таңда Ақжайық футбол клубында 4 жас ерекшелігі бойынша командалар бар. Яғни 2007-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші жылғы туылған балалар. 4 командамызда Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысуда. Енді оның 2008 жылғы балаларымыз биылғы жылдан бастап өздеріңізге мәлім QG лигасының Б дивизионында өнер көрсетіп бастады. Алғашқы ойында өткізіп үлгердік. Енді жалпы Ұлытау командасының мен ойын болды. Бірден есебімен жеңіске жеттік. Енді әрі қарай көре жатармыз. Енді балалар футболы деген өте маңызды. Футболдағы ең бірінші бастамалардың бірі ғой. Негізі, егер біз футболымыздың ертеңін ойлағымыз келсе, бүгінгі таңда бүгіннен бастап балалардың футболын қолға алу керек бізде. Енді біздің өңірде футбол салыстырмалы түрде, енді басқа аймақтармен салыстырмалы түрде айтсақ, енді кішкене әттегенелер бар ғой енді. Бірақ та бүгінгі таңда біздің Ақжайық футбол клубындағы балаларымыз кесте бойынша жаттығуларын жүргізіп жатыр. Қолдан келгенше барлық жоспарланған турларға барамыз. Жүйелі жұмысымызды аздаған енді командалар азайтылса да жалғастырамыз. Енді оны қалай айтқанда да біздің негізгі командамыз бар. Негізгі командаға оған жас ойыншылар дайындау керек. Сол сияқты тағысын тағы енді жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұлай енді қазіргі таңда тек қана Ақжайық футбол клубында емес, енді Руслан бастаған жаңа жеке клубтарымыз бар Орал қаласында. Оған енді өзі тоқталып айтып кетер. Жалпы енді әрі қарай әңгіме өрбіте жатармыз. Рахмет. Қайағыда қош келдіңіз. Сіз өзіңіз жеке клубты ашқан екенсіз. Ол қашан ашылды? Қазір қандай жетістікке жетті? Облысымызда қандай жеке клубтар бар? Қайсысы жақсы, қайсысының жағдайы кішкене әттеген-ай деген бар сияқты дегендей айтып өтсеңіз, өзіңізден бастап. Рахмет. Касаемо нашего частного клуба, к чему я пришел, раньше сам играл в свое время, до профессионального не дошел. Была мечта стать профессионалом. Юношеский футбол я где-то начал ребят подключать в футбол любительский где-то в 2008 годах. Я 15-17-летних ребят собирал во дворах и в любительский футбол подключал играть в чемпионате города. После этого уже пришел к тому, что нужно воспитывать детей, потому что у самого дети родились. Старший сын 2013 года, средний сын 2015 года. С 2-3 лет они начали мяч пинать и уже, как они сказать, готовы были заниматься футболом. В 2020 году я решил свой клуб открыть. Думали, какое название дать. На тот момент в городе были 3 частных клуба. Это Футбол Kids. В 2016 году открылся. В 2017 или 2018 году открыл клуб Алмаз Абдугалиев про футбол по франшизе. И юниор зашли команда клуб. Сейчас нынешний Спартак. После этого мы открыли, хотели Dream Team назвать команду мечты. Но все-таки мы пришли к тому, что хотели вырастить будущее и назвали клуб «Болашак». На данный момент сейчас более 20 клубов. Можно сказать 30, но конкретно активно занимаешься. 20 клубов могу перечислить даже. Мысалы, частный футбольный клубтар бар дейміз, олар жұмыс жасап жатыр ма? Сіздің енді Ақжайықтың бапкерлері оқып келеді, квалификация оқыды, ол үшін ақша бөлінеді. Раке, сізде
бапкерлер оқи ма осы Тренера? тренерлар, иә? Ну, тренера, да, обучение проходит. Мы сотрудничаем с местной федерацией региональной, потому что у них там по планам, наверное, есть годовое сколько-то обучения тренеров. Да, подаем заявку, начиная с категории D, самые первые начинающие. D категория, C категория, ребята учатся. Цены, скажем, приемлемые уже последние 2-3 года, не как раньше. Например, категория D там 10-15 тысяч тенге стоит. 3-4-дневный там, по-моему, курс. C категория, конечно, подороже уже. Там, в прошлом году я лично сам отучил 125 тысяч. 4 модуля, мы 3-4 месяца обучались. Здесь обучается в городе, никуда выезжать не надо. Сейчас легче, так как у нас есть Филипп Богин. Элит категория. Да, элит имеет категорию, он сам как куратором является, он преподает. Бізде қазір қанша бапкер болады? Бізде енді Ақжайық футбол орталығына тоқталсақ, 24 бапкер болды. 24 бапкер болды, 16 топ болды. Қазіргі таңда енді бізде 4 топ бар, 8 тренеріміз бар. Енді біреу А категория, 4-еуі Б категория, қалған 3-еуі сол С категориясында. Лицензиялық талаптарға сай бойынша. Мысалы, біздің Ақжайық футбол клубында болған топтарды Дюшсаға берді. Өткенде бір турнир болды, көрдік. Дюшсаның мектептің балдары ойнап жатыр, бірақ мына Ақжайық футбол клубында тәрбиеленген балдардың деңгейі байқалып тұратын, мектептегі балдардан. Сол қазір деңгей түсіп кетпей ма Дюшсаға ауысқаннан кейін, әлде өзіміздің бапкерлеріміз барғаннан кейін? Енді жалпы алғанда мен енді өзім ойымша енді көріп отырмын. Енді бұрын бізде ойнаған балалар біздің жаттықтырушылар болғасын, әрине қарап отырасың ғой. Енді салыстырмалы түрде қарағанда, енді кешегі өткен турнирларында біздің балалар енді бір бас жоғары тұрған жасырын емес. Бірақ та бұндай турнирлар тек қана сол дюшшалардың арасында өткізіледі, мектеп оқушыларының арасында өткізіледі. Ал оған дейін 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, жаңағы бізден ауысқан жас балаларымыз кәсібиге жақын жаттығудан өтті ғой енді. Мен ойлаймын енді әрі қарай оларға ол қызық болмай қалуы мүмкін. Жалпы футболшы ретінде дамуға енді толықтай бір тоқтап қалады деп айта алмаймын. Бірақ та кейбір жерінде енді сондай ойлар келеді бізге де. Себебі сол кешегі футбол орталықтары әр регион бойынша, аймақ бойынша Қайраттың, Астананың, Ақтөбенің, Қалайберді, Атырау футбол командалары, футбол клубтарымен, командалармен, балалармен ойнап күш сынасақ, әрине шыңдала береді ғой. Ал енді мектеп оқушыларына жиналған командалардың арасында ойнай берсе, ол әрине бір тоқтатып қоймас та бір деңгейде, бірақ кедергі болады, кедергі болады. Себебі енді жаңа Руслан тоқталып айтып кетті ғой, енді әркім жоғарыға талпыну керек қой енді. Болашақ деп айтып жатырмыз, енді былай қарап тұрсаңыз, Русландардың тәрбиелеп жатқан балалары бір жүйелі түрде жүзеге асыру керек те. Дюшса болсын, жеке клубтарымыз болсын, олардың бөлетін ештемесі жоқ. Ертеңгі күні қай бала болмасын, Оралдың, Қалайберді, облыстың, республиканың, ұлттық құрамада ойнайтын осы балдар. Балаларға футбол ойнауға бұл қазір просто форма собственность дейді орысша айтқанда. Жалпы барлығымыздың жұмысымыз бір зат біріктіреді, ол футбол. Сондықтан біз облыстың деңгейінде болсын, біз басқа региондар жайлы айтпай қояйық. Жалпы өзіміздің регион бойынша біз бұның алдында да Русланмен сөйлескенбіз, әрине біз байланыстамыз. Жаңағы жеке клубтардың арасында Ақжайық клубымен, Ақжайықта енді дұрыс былай қарасақ, заңды тұлға жеке клуб болып есептеледі ғой, дей тұрғанмен де жаңағы балалардың арасында жеке клубтармен біз меморандум жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Енді Аллаға бұйыртса жүзеге асырамыз. Яғни жаңағы болашақтың болсын, футбол кидстің болсын, юниор болсын, тағы қандай там галазы бар да. Ең мықтылары Ақжайыққа ешқандай бір
емтихансыз бір қандай да бір Қараусыз, қараусыз, иә әрине неге олай жасамасқа, себебі жекеде ойнасын, қайда ойнасын, ол бала мықты болса біз әрқашан дайынбыз. Сондықтан енді балалардың футболын бір жүйеге келтіріп бір бағыт алсақ, бәріміз бір жұмылып бір нәтиже шықпатыны бар. Футбол дейді, мысалы баланың деңгейін өсіру үшін неше түрлі турнирлер өткізеді. Мысалы біздің дюшсаға ауысып кеткен топтар, біздің демей ақ қой, Ақжайықтың дюшсаға ауысып кеткен топтары биыл Қазақстан чемпионатына бармайды. Одан бөлек жастар Арман тағы республика турнирлері бар ғой, бүкіл футзалдар қатысады, футбол топтарына. Оларға бармайды. Биыл бармайды, 2-3 жылда бармайды. Оның деңгейін былай түсіріп жіберу мүмкін да, балалардың қызығушылығы да кетіп қалуы мүмкін деп отырсыз ғой. Мысалы бізде турнирлар қаншалықты көп өтіп тұрады жеке футбол клубтарының арасында. Ну, среди частных клубов сейчас, как сказать, потихоньку подъем идет. Во-первых, мы должны сами, например, я думаю, что мы должны быть сами активными, чтобы создавать, да, там турниры какие-то больше, чтобы были практики у детей из частных клубов. А так, республиканский турнир, вот самый, который главный среди частных клубов, это вот ЖКФЛ лига, которая по программе, программа ГОЛ есть. В каждом регионе проводится вот это мероприятие. Это уже, как его сказать, подводит как чемпионат среди футбольных центров, там все те же условия, обязательно, чтобы была паспортизация, страхование, там, медосмотр обязательно, чтобы был. Вот этот есть чемпионат, там есть чемпионат, куда частные клубы могут играть, заявляться, это чемпионат области среди частных клубов, дюш и областных центров. На данный момент пока 2 вот таких официальных, да, турнира есть. Ну, я думаю, в дальнейшем будет. Ну, между собой есть турниры такие частные, которые организовывают сами там ребята. У них там статус не такой, он высокий, сильный, но вот самый статус, к которому сейчас мы, например, готовимся, ежегодно 3 года выступали в нем, 2 года участвовали в финальной части, ездили на финальную часть в Астану от нашего региона. Выигрывая здесь предварительный этап, мы ездили на финальный этап. Сейчас вот готовимся к 3-му году. Жаңа айтылып жатыр ғой, меморандум жасасты, мына жеке клубтардағы нелер жақсы ойыншылар Ақжайыққа ауыстыру, қаралымсыз алу керек деп жатыр, без просмотра. Қалай болғанда да ол трансфер ғой, былайша айтқанда, баланың болсын, футболшының болсын, сондай кезде бір белгілі бір пул болады. Я, знаете, как понимаю, вот такой вариант, что вот Ақжайық, он же наш единственный футбольный центр в регионе, который среди нашей области, он должен быть, вот для детей это считаться как в сборную попасть, в сборную области, из наших частных клубов, там, из Дюши или еще откуда-то. У них должен быть вот стимул к тому, чтобы попасть в футбольный центр Ақжайық. Это у них будет вот этот первый шаг детский, который, что они уже будут чувствовать вот этот момент, что они ценный, да, ценный игрок, он может за сборную области играть. К этому вот мы и готовим, чтобы первый шаг у них был вот такой, попасть в футбольный центр. Мысалы, Европада былай дейді да, белгілі бір жасқа дейін, кеше өзіміз де айттық қой, балалар арасында жаңағы без турнирной таблицы, без турнирной таблицы, без очков ойнады отты. Мысалы, а бізде кейде балалар турниріне барғанда қарап тұрамыз, тренерлар загонять етіп жатады, өзара бір балалар қырқысып қалады, бір команданың балдары. Ол да бір психологиялық тұрғыда балаға қиын болмай ма екен? Потому что ана жерде онсыз да шаршап келіп отқан балаға тренер де әкеліп жатады, без очков, барлығының мысалы бүкіл турнир Европада белгілі бір жасқа дейін бүкіл бара, мейлі сен бәрінен жеңіп қалсаң да медаль аласың, бәрін жеңсең де медаль аласың, бүкіл бала тең қылып қойған да, чтобы біреуін психологиялық тұрғыда баспас үшін. Ондай практика бар ма бізде, әлде бізде именно жеңіске деген практика ма? Кейде балаларды аяйсың, шынымен де жалко. Жоқ, енді өзім енді мысал ретінде айтсам, мысалы ата-ана ретінде барып келдім Самараға. 2015 жылы Ақжайық баламды алып барды. Оларда жарыс жалпы бірінші басталғанда барлығын теңдей топқа бөліп тастады. 4 группа болды.
содан басталды. Содан кейін жаңағы бізде де бар сияқты ондай да, Руслан, Золотая золотая сетка, сетка, серебряная бронзовая сетка сетка, деп. да. Енді жақсы ғой, Еуропада мысалға фестиваль ретінде өткізіледі көбіне да. Бірақ та бұл футбол деген спорт қой. Спорт болғасын балаға кішкене бір мотивация беру үшін орын беру керек негізі. Жалпы менің жеке ойым, мүмкін мен қателесем, бірақ та жаңағы алтын корзина бар, жаңағы күміс бар, сол сияқты бөліп жасаса, неге бала орын алып өзіне өзі бір баспалдақтардан көтерілгендей болады ғой. Ал тек жалпы бәрін жинап алып фестиваль ретінде өткізіп, ұтқан балаға да, ұтылған балаға да медальді тарата беретін болса, енді ол енді жас ерекшеліктен ғана шектеу болу керек шығар. Жалпы енді 4, 5, 6 жастағылар болмаса, ал одан өскен балдарға, конечно, бір орын алған жақсы ғой, потому что себебі енді бала өсу керек, ұмтылу керек, прогрессировать прогрессировать должен. Ол барады да, ладно, жақсы, біздер ертең бәрі орын алмасақ та медаль алып келеміз деген. Қазақтың балдары дейсіз. Соның ішінде біздің менталитетке кішкене келмейтін болар енді. Да, я вот вчера же тоже, я же говорил же, например, когда я первый раз услышал такое, что в Европе там до какого-то возраста, не помню возраст какой, до 8, там, до 9 лет, что ли, практикуется, до 10, может, лет. Я тогда задался вопросом таким, ну как футбол — это игра. От слова игра же, вот, например, любую, какую мы не играли, по-любому же выявляться должен победитель. Да. Будь ты в шахматы играешь, теннис, там, что играешь, слово «игра» — это уже означает, что кто-то должен быть победитель, проигравший. Ну, в крайнем случае, там, ничейный, да, результат, не выявили победитель. И вот от этого условия я начал задаваться, а как тогда? Ну вот, чтобы детей психологических травм не было, там, всех награждают первыми местами. Я задавался этим вопросом и не понял, честно, как это так будет. Но у нас не практикуется. В Казахстане точно я не видел. В России, вот я знаю, золотая сетка и серебряная сетка. Вот поехали они, 3-е место в группе заняли, и они среди 3-х мест играют они бронзовую сетку между собой. И среди вот 4 группы, например, все 3-е места между собой играли, и кто-то из них возьмет золотое, золото, бронзовый сетки, например. Мысалы, футбол қараймыз, көбіне Ақжайықтың ойынына барамыз, оның ойында қызмет қыламыз. Сонда енді қарап тұрамын, енді десе де ең басты проблема, бізде ең басты мәселе бала бапкері, балалардың бапкері болу өте қиын сияқты. Өйткені профессионал болсын, жасөспірім жастардың арасында болса да кішкене айқайлап нетіп баланы подгонять етуге болады да. Енді кішкентай балаға не айқайлай алмайсың, сындырып тастайтын сияқтысың, шошытып ете алмайсың. Сол кезде екі арадағы золотой серединаны табуда балалар бапкеріне өте қиын сияқты. Оның үстіне медициналық жағынан да біліктілігі болған жақсы сияқты ол балалар бапкерінің. Өйткені бізде қалай, өздері бірінші қызмет көрсете ала ма бапкерлер? Иә, міндетті түрде енді лицензиялық талап бойынша біздер жаттықтырушыларды жаңағы клуб атынан заявлять етеді ғой, тіркейміз ғой. Сол кезде міндетті түрде алғашқы көмек көрсету сертификатын талап етеді. Екінші жағынан енді жаңа айтып отырсыз ғой, шыны керек, үлкендерден гөрі балдармен жұмыс жасағаны өте қиын. Ана жерде сен футболшы емес, ең бірінші оқытушы, ең бірінші психолог болу керексің. Содан кейін барып футболист, спортшы. Себебі жаңа футбол ойнамақ түгел, допты көріп лақтырып атқан балаға келіп, сен үлкен талап қоя алмайсың ғой. Сондықтан сен бірінші оның тілін табу керек. Әр баланың әр өзің мінезі бар, әркім әртүрлі қимылдайды. Сондықтан мен ойлаймын, енді балалардың жаттықтырушы болу өте қиын, оңай зат емес. Енді қосымша да бір талаптар енгізу керек шығар, бірақ ол енді менің құзырымдағы зат емес қой. Бірақ жалпы алғашқы медициналық көмекті көрсету міндетті түрде. Екіншіден енді жаңағы дипломына қатысты ғой, жаңағы дене шынықтыру және спорт оқытушысы деп алады ғой. Соңғы кезінде сол бағдарламада Русландарында өздері оқыған бар, кезінде психология, педагогика сабақтары болып жүрді университетте. Енді көп кісі бітіреді, түгел барлығы да бала тренері болып кете алмайды ғой. Футбол ойнағанның бәрі әлемге әйгілі футболист болмайды деген сияқты. Сондықтан енді бала тренері болу өте қиын. Сізде бала баптаушысыз, сіздің де қарамаңызда бапкерлер бар, олар қалай?
как учитель в школе же, учитель в школе тоже трудно же работать. Я тоже так думаю, что именно вот детским тренером по футболу, это, да, каждому ребенку найти подход надо. У кого-то такое воспитание, у кого-то такое воспитание. Кто-то из тяжелой семьи бывает, да. Кто-то, ну, сам по себе закрытый может быть ребенок прийти. Вот реально закрытый придет ребенок. Он любит футбол, но он закрытый. Ему нужно его... Эмоции не выдает. Да, его нужно с коллективом, как-то в коллектив внедрить. Работа, да, тяжелая. И вот как подчеркнули, мы когда обучаемся, да, на категориях, например, у нас тоже этому там прям по подпунктам там есть, объясняют, как, по какому возрасту. Не только с детьми трудно работать. Вот я, например, на своем примере, у нас есть в городе, да, частные клубы, которые 3-летних, 4-летних, 5-летних берут. Я не сторонник этого. Вот у меня самый младший сейчас возраст 2017, в основном 16 год, это 8 лет, да? Потом даже я интересовался у таких взрослых, да, тренеров, работающих, скольки лет там надо. Потом в прошлом году вот, по методике даже подушевого финансирования НПА они утвердили возраст футболиста с 8 лет, да, должен тренироваться. Вот я в прошлом году это узнал по методике. До этого я узнал у тренеров, ну, боксеры, друзья, тренера есть, которые, они тоже говорят, боксом с 10 лет только нужно заниматься. Я почему-то об этом всегда думал и понимал, что, ну, до 6 лет ребенку не стоит заниматься футболом. Я думал об этом, то, что, ну, там травма может нанести, потом он может перегореть, он даже в 10 лет, он завтра может бросить футбол потом, ну, устанет от футбола. Я вот так думал, да. Некоторые наши тренера, ну, тяжело с ребенком работать, да, там за ручку надо, как в детском садике, да, ходить, например. Об этом думал. Но вот сейчас из практики мы 4 года работаем в клубе. Даже тяжело работать с детьми, которые 13 лет, у которых переходный возраст есть. С 15-летними вообще тяжело работать. Потому что здесь у них уже возраст начинается, понимаете, да, улица, девчонки начинаются уже, да, лень начинается. Такие моменты. С ними тоже нужно работать, удержать их нужно как-то, да, чтобы они в правильном направлении остались, в дальнейшем не ушли с пути, так сказать, спортсмена. 13-летний переходный возраст, все мы сами знаем, прошли это и в школьный возраст, и там где-то он хулиган становится, где-то там также бывает, и да, кто-то замыкается в учебе. Со всеми возрастами тяжело работать, не только с детьми, получается. 5 жас 6 жастан алып жатыр дедіңіз, мысалы 5-6 жаста физиологиялық жас дейді ма, физиологический возраст. Сол туралы айтып өтесіз бе? Өткендегі қызық етіп айтып өтесіз? Биологический возраст, да. Да, мы вот, я же говорю, на обучении, когда мы обучались, нам привели пример голландских, да, футболистов, там, Де Йонг, Де Лихт, и еще кто-то там, по-моему, были. 3 поставили, их фотографии, и вот они в возрасте там 14 лет, 3 одногодки, например, да, но когда начали выявлять биологический возраст, там, ну, Де Йонг или Де Лихт, по-моему, там он уже биологический возраст его не на 17-18 лет. Это в своем возрасте, а этот вообще отстает. Он там в 12-летнем должен быть в возрасте. И поднимались же вот эти вопросы, я не знаю, сейчас КФФ рассматривает или нет в этом году, то, что по полгода хотят же сделать, например, если 2010 год играть, там по сентябрь, по-моему, или по октябрь хотят внедрить это. Пока еще не, но был разговор. Ну, вопрос поднимается, вот я же тоже пример приводил, например, он декабрьский 2010 года, а этот январьский 2010. 12 месяцев среди них разница. Это какую, да? Физически он будет отставать от ну, в 15-летнем, там, 14-летнем возрасте уже не так будет заметно, но вот я думаю, где-то 8-9 лет в таких годах это заметно реально будет. Да, 12-13 жасқа шейін арадағы 1 жас кәдімгідей көрініп тұрады ғой. Именно футболдың ішінде 1 жастың өзі. 14-15 жасқа жеткенше 1 жас айырмашылық беріп тұрады. Оған спорттық жағынан да, жаңағы физиологиялық жағынан да. Сонда бізде федерацияда 6 айға дейін, мысалы 2018-ден қабылдайтын болсаңыз бала, 2018-дің қаңтарында туған бала июльде туған балға дейін алады да, мынадан 90-ға дейін туған бала екінші топ болмаса міндетті түрде емес, мүмкіндігі болады да, мысалы 18 жылдың аяғында дүниеге келсе, онда ол 19-дарға ойнауға. Біздер мектепте оқыған кезде мысалы
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьде туған 87-ші жылғы балдар 88-дермен оқыды ғой. Да, да, Соны- в школах сол- так ол было. кеңес үкіметінде сол болды. кезден Қазір айтылып тұрады. менің білуімше ондай жоқ сияқты мысалы. Менің Қазір бала- ондай жоқ, қазір ондай жоқ. Нет, нет, есть совпадение, да. Бывает там 2010 год, вот у меня дети, кто-то там в 7 классе, или кто-то в 8 классе уже учится. Есть вот это такое? Жаңа айтып қалдыңыз, подушевый финансирование деп. Шыны керек, подушевый финансирование бір жерде енді кейбір жерде жақсы бір мүмкіндік беріп, көп талантты балаларды ашса, кейбір жерлерде бұл ақша істеудің құралы сияқты болып кетті да. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Соның арқасында мертвый душылар пайда болды кейбір жерлерде. Тек қана футболда емес, барлық спорт түріне тән құбылыс. Сонымен қалай көрсеміз, әлде оны дұрыстап тексеру қажет. Да, в любой сфере, в любой там, да, вид деятельности, везде будет всегда разговор о том, что там мертвые души, кто-то ворует там, дороги делают, там те воруют, строительство делают, там воруют. Везде будет разговор. И, ну, без этого, мне кажется, никак. Но с моей точки зрения, то, что вот создали такой, да, как он называется, подушевый финанс, как его называть, правильно сказать? Даму бала. Ну, вообще вот этот проект же, он, Да, проект. который, я считаю, что это очень хорошо, то, что сколько детей могут, да, сейчас заниматься спортом. Не только вот футбола говорят, да, любым видом спорта дети уже спокойно могут заниматься. Что творчеством, что любыми кружками. Сколько охват? Я, например, в этом году спрашивал, по нашей области 11,5 тысяч, по-моему, детей охвачено по программе подушевого финансирования. Это только спорта, кажется, даже. Представляете, сколько детей? А раньше эти дети не могли спортом заниматься, например. Ну, я считаю, что это правильное решение. Иә, бұл енді бір жағынан спортты дамытуға жақсы мүмкіндік қой. Екінші жағынан енді жан басына шаққанда қаржыландыру деген. Оның талаптарын бір жүйеге келтіру керек сияқты ғой. Жаңағы сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, жаңағы жоқ балалар, бар балалар. Енді Келмейтін балалар. Иә, шыны керек. Енді міндетті түрде Руслан сияқты мектебі сияқты басқа да жеке мектептер ашылып жатыр ғой, жеке кәсіпкерлерде. Ашқаннан кейін өзі таңдады ма футболды міндетті түрде дұрыстап өзінің жаңағы графигімен жүргізіп, жарыстарына апарып жүргізу керек, міндетті және соны талап ету керек те. Суретке ма? Суретке. Я біздерде деген анандай белең алып кеткен, мында бір күн Русланға алып барам, екінші күн сізге алып барам. Сонда бір білмеймін, Баланы бос уақытты қалдырмай тұр ғой. баланың бос уақытын қалдырмауға тырысады ғой ата-ана. Енді бәріміз де сондаймыз ғой. Бірақ та баланың өзінің несіне қарау керек те. Шынында сен қайсына барғың келеді? Міндетті түрде бір күн таңдаған жақсы ғой ол. Баланы бірден анда апарасын, мында апарасын. Ол бәрін қатар алып жүру енді білмеймін, енді бір арасында болар кейбір балалар, түгел балалар түгел алып жүре алмайды, оны жасыратын жоқ. Тек жаңағы жақсы негізі пайдасы бар, бірақ та кейбір талаптарын күшейту керек деп ойлаймын енді өз басым. Енді балалар футболы деген жасөспірім футболында айналып өтіп кете алмаймыз. Енді бірінші күннен кейін QG-лиганың екінші туры біздің Ақжайықтың 2008-дер ойнайды. Оның бапкерлері кім, қалай дайындап жатыр, қандай талаптар бар? Орындалып жатыр ма барлық талаптар? Иә, енді Өйткені бұлардың талаптары жоғары ғой, біз ЧК-ға қарағанда да әлде қайда жоғары. иә, мана басында айтып кеттім ғой, 2008 жылғы туылған балаларымыз биыл бірінші рет QG-лиганың Б дивизионына қатысып жатырмыз деп. Енді бұл біздің өңірде енді біз Ақжайық командасында бірінші рет қатысып көріп жатырмыз. Б дивизионы болса да, дегенмен оған QG-лиганың өздеріңіз білесіз, ұйымдастырушы Freedom Finance жаңағы қаржылық ұйымы қаржыландырады. Бұны толықтай команданы қарсы командамен ойнауға баратын шығындарды толықтай өздері көтереді. Біздер тек команданы жасақтап, соған керекті шығындармен үйдегі ойындарды өткізуге, жаңағы тек қана клубтың мойнында. Бұл әрине жаңағы жас балаларымызға үлкен мүмкіндік. Шыны керек, медиа жағынан, жаңағы жарнамалау жағынан бірінші лигадан енді ренжімес, енді біз өзіміз бірінші лигада қатысып отырмыз ғой. Асып кетпесе кем емес. Кесегі талаптарын шет жағасын, ақпараттық жағынан да шет жағасын өзің түгелбей көріп жатырсың. Енді талаптар жоғары. Алдағы уақытта енді білмеймін, енді жаңағы жастар жақсы көретін видео ойындар бар ғой.
жоқ FIFA емес, басқа бағдарлама соған ертең мына біздің балаларымызды соның ішіне жаңа енгізеді. Бұл да бір жағынан балалардың өзіне бір мотивация ретінде сенің достарың, бірге мектептегі оқушы класстастарың жаңа видео ойында ойнап отырады, ішінде сені таңдап алады. Бұл да бір жағынан қызығушылық қой, бұл да бір жағынан баланы таныстыру. Бұл футболистің енді компьютерлік ойын шын ойын болмағанмен шынайы өмірдегі оның ерекшеліктерін алады. Сол жақпен жақсы істеп ме, компьютерлік ойында да ол сол жақпен жақсы істеп еді, оң жақпен жақсы істеп еді, баспен жақсы ойнайды. Қызықтырады да балдарды. Сосын әрине кәсіби команда сияқты жаңағы самолетпен ойындарға барып келеді. Сабағына мейлінше кері әсерін тигізбейді, себебі бұл тек мына кешегі мамыр айының басында басталды. Әрі қарай жазғы демалыстары кезінде жұмасына бір ойыннан қонақта үйде жаңағы 14 ойын өткіземіз. Бірінші туры өтті, екінші туры осы Көкшетаудың Оқжетпесімен. Алдағы жексенбі күні болады сағат 4-те. Оған дейін үлгеріп жатырсақ барша көрермендерді, оқушыларды шақырамыз. Алдағы уақытта да оның күнтізбесін өзіміздің сайттарда жариялаймыз. Инстаграм парақшамызда. Енді әрі қарай қазір жаңа қызметкерлер алдырды, талап бойынша QG-ға. Сол қызметкерлер жұмыстан жатыр. Әрі де біздің негізгі командамыз бойынша да, балалар командалар бойынша да енді шыны керек жасыратыны жоқ. Енді ақпарат тарату халықтың арасында кішкене ақсаңдап тұр. Енді соны бір дұрыс жолға қойсақ па деген мақсатымыз бар. Жұмыстанып жатырмыз. Қоямыз. Бұйырса енді жасау керек біз енді. Бәрінде ақшаға келіп тұруға болмайды. Енді қаржы еді қазіргі таңда еді. Шыны керек бүкіл әлем футболында басты емес, негізгі құрал деп айтуға болады қаржыда. Дей тұрғанмен де жаңағы сіз бол, біз болып жұмыстанып көреміз әрі қарай. Біздің ертеңгі күні ол команданың ішінде жаңағы жеке футбол клубтарының ішіндегі балалар да толықтай ойнайды. Несі бар себебі алатын болсақ, біз жазғы каникул кезінде де ертең жаңағы жобамызды жүзеге асады деп ойлаймын Русланмен. Сосын балаларды аламыз мейлінше. Түсінікті, рахмет. Сәттілік тілейміз QG-дағы балаларға. Біздер енді Ақжайық структурасында істегеннен кейін, алдымызды жоғын көргеннен кейін, онда медицина жағынан болсын, дәрігер бар, негізгі команданың да, балалар командасының да, жеке футбол клубтар арасында чемпионатта да сондай талаптар ма? Дәрігер бірге бару керек, соның басында жаңағы скорый тұру керек, пожарный тұру керек дегенде талаптар. Конечно, обязательно же должно быть. Сақтандыру жағы қалай, футболшылар, жас футболшылар сақтандыру жағы. Страхование жизни. Не жизнь называется же, а страхование от несчастных случаев. Я считаю, что это, да, это обязательно необходимость. Сколько было таких случаев, да? В каком прошлом году где-то в Окжетпесе, да, мальчишки на тренировку, когда мяч в грудь попал, и он там несколько шагов сделал, потом упал. Да, Павлодарда. Павлодаре же, по-моему, где-то. Бізде ардагерлер турнирінде Қызылорданың бір футболшысы аттанып кетті. Алла сақтасын, конечно, таких моментов, но я считаю, что внимание все равно нужно этому уделять, это обязательно должно быть. Но не пренебрегать вот этими, вот, которые частные турниры у нас все равно проходят же, и кто-то все равно внимание этому не уделяет. Опасно сталкиваться с такими моментами, конечно. Да. Мы хотим, чтобы, да, частных клубов тоже вот такие были турниры, проекты, как QG-лига. Мы же видим, как вот сейчас ребята, 2008 год, там, наши балашахские ребята тренируются тоже. Кто не попал в этот состав, 16 человек, да, по-моему, прошло уже, да? 16 человек, кто не попался. У ребят глаза горят. У них уже, ну, это впервые же такой проект, когда участвуют, да, вот говорите же, дети на самолете на тур летят. Они себя уже представляют, да, приравнивают к основному, как основу Акжайка, как взрослыми уже. Также вот мы хотим, чтобы внимание частных клубов тоже такое уделялись, такими проектами были обязательно, да, там медицина, чтобы было, страхование было, все как положено было. Все-таки
из частных клубов, как говорится, и выявляются потом те профессиональные футболисты, которые завтра будут защищать цвета и Акжаик, и сборной Казахстана. Мысалы неде Европада, Европа емес біздің тұрған Ресейде өзіңіз айттыңыз алдында, мысалы бізде Ақжайықта Қайраттың академиясында оқып келген Черков бар, оңтүстік академияда оқыған Бекзат бар. Біздер өзіміздің воспитанниктар олар. Біз Ақжайықта ойнау үшін оларға аренда алдық. Бекзат арендада болды ғой да, контракт осылғанша 20 жылға дейін. Черковта арендада. Черковта аренда. Өзіміздің воспитанниктарымыз өзіміз арендовать етіп отырмыз. Былай қарасаңыз, Қайраттың талаптары күшті оған деген. Бізде мысалы немесе Европада Мбаппені Евро ең алғашқы клубына түскен, оны трансфер арқылы. Уже имеете в виду в таком возрасте контракты уже заключают? Да, когда контракт отложить еткенде, мысалы мейлі ол болашақ болсын, футбол Kids болсын, басқасы болсын, мысалы профессиональный контрактке қол жеткізгеннен кейін соның бір пұлын сол жаққа алатындай мүмкіндік жасайтындай контракт бола ма, әлде ол FIFA Connect бар ғой, сол бойынша мүмкін ба ол? Слабо еще, по-моему. Жоқ, ол деген FIFA Connect бойынша емес. Біз жалпы мысалға меморандум жасаймыз ба, баланы мысалға жеке клубтан, мысал ретінде айтайын, Русланның клубынан Ақжайыққа жаңағы ешқандай талап несіз, емтихансыз, ештемесіз аламыз. Да? Аламыз меморандум кезінде. Ол баламыз толық циклдан өтіп, негізгі командаға өтіп контракт алған кезінде, ең бірінші кәсіби жаңағы келісімін алған кезде, болашақ клубына 10% болсын, 20% келісім бойынша. Оны біз екі жақты болып келісе аламыз. Себебі шыны керек, Руслан өзінің қаражатына немесе жаңағы жан басына шаққанда қаржыландыру арқылы ол баланы дайындады. Дұрыс қой. Да? Біз ол баламен, кішкентай жас баламен контракт жасай алмайсың, себебі ол кәмелеттік жасқа толған жоқ. Бірақ та болашаққа ол кәсіби контракт алған кезінде Руслан менен талап етуге толық құқы бар. Себебі оны Ақжайыққа шейін дайындаған жаңағы болашақ командасы, мысал ретінде айтайын. Соны біздер бұл FIFA Connect емес, бұны екі жақта да шешуге болады. Екі жақта да келісім арқылы. Бірақ енді бұл қазір жүзеге асып кетпейтін шығар, себебі ол бір кішкентай баланың уақыты керек, ол дайындалып болғанша. Мана жоғарыда айтып кеттік қой, енді футболшыны, жас балаларды қызықтыру үшін ең басы инфрақұрылым дұрыс болған жақсы. Оларды жігерлендіру үшін толық жаңағы экипировка деп айтамыз да. Қайратқа неге кетіп қалады біздің балаларымыз? Себебі Ордабасына неге кетіп қалады? Оларда біздермен салыстырмай-ақ жағдайлар өте жақсы. Оқитын мектебі бар, жататын интернаты бар, футболмен айналысатын алаңы бар. Оған плюс ауа райы қолайлы. 6 ай бойы доп тебесін, Қайратта 12 ай бойда тебуін. Себебі барлық жағдай. Алматының өзінде 4 бөлімшесі бар Қайраттың. Әрбіреуінде 4 стадион, 4 полидан бар. Бір Қайраттың 4 бөлімшесі бар, бір бөлімшесінде 4 полі бар. Оның әрбіреуінде бір жабық залы бар. Әрине бала жақсы жаққа ұмтылады ғой. Сен оны әрине ұстап қала алмайсың. Манағы айтқан жас баламен контракт жасау ол қиын. Бірақ та енді біз өзіміздің аймағымызда осыны бір жүйеге келтіріп, жаңағы интернатымыз бар. Содан бір футбол отделениесін ашып, ауылдан келе алмай жүрген балаларымызды соған жатқызып, сол интернатта оқып, футболмен ол кезде бізге келіп айналыса ма, Русланның командасына келіп айналыса ма, ол өзі таңдауға болады да, мысалы. Тіпті жаттығу жасайды интернаттың ішінде, қосымша ретінде. Ол бала мықты болатын болса, неге біз Ақжайықтың намысын қорғатуға алмаймыз? Неге ЖКФЛ-ға ойнатуға алғысы келмейді Руслан? Алады, себебі оған көп шығын шықпайды. Русланнан да бізден де салыстырмалы түрде. Егер ол интернатта сонда тамақтанып, сонда оқып, мемлекеттің есебінен де жаттығуын жасаса, бізге келіп қосымша жаттығу жасасын. Баланың өсуіне жағдай бар да. Енді оны болашақта шешіле жатыр. Өзіміздің тарапымыздан да хат жазғанбыз біз былтырда. Биылда да жазамыз облыс басшылығына,
облыс басшылығын деппін ғой, кешірім сұраймын, жаңағы спорт управление спорта и туризма деген бар ғой біздің жаңағы дене шынықтыру және спорт басқармасына. Жеке футбол клубтар арасында осындай мәселемен бетпе-бет келген клубтар бар ма жалпы? Осы неде өсіріп бала профессионал контракт алғаннан кейін өзінің еңбегін Среди частных клубов мы задавались этим вопросом, я попробовал там узнавать юридические моменты. Нам как объяснили то, что с детьми контракт заключить могут только академии. Так как мы не являемся академией, мы не содержим, на полном содержании дети не у нас, поэтому мы не можем с ними заключить никакой контракт. Мы можем, да, с родителями какой-то там, опять же, меморандум, да, заключить, то, что, например, в договоре где-то указать, что завтра, если он там перейдет в какой-то клуб, да, профессиональный или там тот же Акжаик, что хотя бы какие-то там издержки, расходы, которые мы, на ребенка закладывали, чтобы нам возместили. Но это опять же, это смотреть надо каждому, да, родителю подход индивидуально, да. Вообще вот мы, да, и когда обучались футбольный менеджер, там с однокурсниками узнавали, в Казахстане среди частных клубов не работает это до сих пор. Мы ждем, поднимаем этот вопрос, также обращались к Адлету Назарбаевичу, у всех они в курсе насчет этой проблемы. И вот футбольный клуб «Мустанг», там девушка с нами учился, однокурсник Люба, у нее там больше 10 детей уже профессионально подключили контракт, их выпускники. Аксу подключили, заиграли несколько ребят, в Махтарале заиграли, в Туркестане заиграли, никаких компенсаций не выплатили. Представляете, до такого. Хотя, она же выпустила этих ребят. Даже не говоря о том, что его там в 10-летнем, там в 12-летнем, они выпустились, им 17-18 лет, они уже в первой лиге играют, эти ребята. И нету до сих пор компенсаций никаких. А от чего это зависит? Мы думаем, где-то, наверное, в бюджетах клуба самого профессионального, может быть, эти не заложены средства. Не знаю я там, какие подходы могут быть. Мүмкін Русландарға болашақта өздерінің жақсы ойыншылары өседі ғой, 17-18-ге толғанда агент ретінде может жасап қоюға. Только так, одан бөлек бізде шыны керек, қазіргі бұрынғы кездерге салыстырғанда. Извиняюсь, перебью, касаемо агентов тоже говорят, я вот задавался этим вопросом, даже на нашем рынке казахстанском, говорят, очень много мошенников сейчас. Они заключают там, увидели, например, у меня мальчишку, да, с ним заключили контракт, как агент его выступает. Он завтра его отдал вам в Акжаик. Свою шапку там, как говорится, которая прописана в контракте, взял. И все, он бросил, говорит, его там. Завтра у него там травма, не травма, перелет, не перелет, что нужно будет, там не найдешь. Оказывается, говорят, ты там, с этим тоже в Казахстане. Я сондықтан жаңа Русланға айтып отырғаным ғой, өзінің өсірген балдары болса жақсы біледі ғой. Мысалы 18-ге толғаннан кейін агент ретінде былай қарасаң, оны ештеңеге міндеттемейді ғой. Допустим, если он футбол не заиграет, он вот эта бумажка, которая между Русланом и воспитанником, да, допустим, ни к чему не обязывает, кроме футбола. Если ол футболдың сферасына бармаса, ешқандай претензия да қоя алмайды да, ол да, Руслан да оған. А если шыны керек, мысалы, Ақжайыққа алып келетін болса, агенті Руслан болатын болса, агент өзінің талаптарын қояды, қаржылық талаптарын. Ол жағында заңдастыру керек болатын бар, бәрібір. Ол жағында заңдастыру керек бар ғой. Жоқ, енді заңдастыру керек қой, ол үшін жаңа айтып тұрмын ғой, агент ретінде қазір шыны керек, танымайтын кісілер, жақсы ойнайтын ойыншылар сыртынан көреді, давай мен сенің агентің болайын дейді, жаңағыдай. Болды, бір өздерінің шаруаларын істейді де, футболист даладан қалады. Ондайлар кездеседі, бар ондай. Я думаю, что еще в Казахстане, вот именно в нашем казахстанском футболе, пока еще это не развито, да? Да. Только вот на начинающих стадиях это на ноги стоит, кажется. Рынок свободный. Так, еще один вопрос. Вот у Ромки Черкова, по-моему, отец, да, является агентом, кажется. И жоқ, қазір енді ол отец емес, папасы емес. Қазір біздер Черковпен контрактке қол қойдық, өзімен. Біз арендада емеспіз қазір. Бекзат та солай ғой. Бекзаттікі әлі енді шешіледі, а кімдікі
Романдікі бізге ауысты толығымен. Себебі бізден Ақжайықтан Қайратқа тағы бір бала барды, жақсы перспективный бала, воротта тұрады. 2000, қазір қателесіп отырмын. Который ушел? 2009 жылғы бала. Сейчас который ушел? Нет, в прошлом году ушел он уже. Ну, я когда был в январе, там 2 штука были. Это который в этом году ушел? Да. А ол бала уже 2 жыланда жаттығып отыр. Вот мы там были, точно я вот за Пастухова Данилу спрашивал, мальчишка. Нет, он выпустился. қазір ұмытып қалып отырмын фамилиясын. Себебі бізге хат жазды Қайрат клубынан, жаңағы осы бала туралы. Сонда біздің 2009 сияқты қателеспесем 2009 жылғы бала. Мысалы, көп турнирлер өтеді ғой бізде, қалада. Неше түрлі командалар келіп өтеді, аудандардан келіп өтеді, қаланың басындағылар бар, Ақжайық бар, жеке клубтар бар. Оның көбіне бізде өңірлік федерация өткізеді. Кейде шақырады, журналист болғасын барамыз. Балалар ойнап атады, әркім арғалай, судья жүр, ана жерде доғыр отыр, бірақ бір баланы қызықтыратын ашылуы жоқ. Кейде ашылу, жабылу бәрі бір күнде болып кетеді, бір уақытта болып кетеді. Енді сол сіздерге қатысы жоқ болар десе де, бұна өңірлік футбол федерациясының жұмысы кішкене бір жүйеге қою керек пе екен, әлде басқа бір талаптар қою керек пе екен, потому что барғанда бір балалар енді жақсы көргеннен кейін футбол ойнап атады, бірақ оларды жаңағы қызықтыратындай еш нәрсе жоқ та. Просто алаң берді, қақпаны қойды, сызып берді, ойнаңдар деген сияқты. Енді қалай болады? Футбол, аймақтық футбол федерацияларының жұмысына баға беретін біз емес, әркімнің өзінің міндеттелген қызметтері бар. Енді олардың жұмысына біздер енді араласып düzey алмаймыз, бірақ енді ұсыныс ретінде айтуға болады ғой. Бірақ та өзіңізде мысалы спорт журналисті ретінде сұрау хат жұмсап, сұрап көруге может. Қартың ашады да кейде сол. Иә, болады енді, бірақ та біздің стадионда да өтіп жатады ғой, ол кезде кішкене бір ұйымдастыру жаман емес деңгейде өткізіліп жатыр. Бірақ енді кейбір жерде турнирлер өткені бар, бірақ та енді оған енді сол федерацияда жұмыс жасайтын кісілер жауап бермесе, енді біздер оған жауап беру қиын болады шығар. Для меня лично это больной вопрос, и я не хочу много его сейчас раскрывать, ограничусь таким коротким ответом. Да. Я считаю, что без федерации никак футбол не может быть в регионе. Федерация она должна являться таким, да, как надсмотрщиком, например, да, над всей футбольной средой в регионе, да. Я так считаю, она должна быть какой-то авторитет иметь. И я считаю, что в федерации должны быть специалисты, которые будут шагать в ногу со временем, потому что мы же понимаем, что футбол каждый день он открывается, растет, новые перспективы, новые открытия делаются там не только касаемо там мероприятий по организации футбола, а в общем там работы очень много в федерации. Я считаю, если в федерации будут современные сильные специалисты, которые обучались там футбольному менеджменту или еще где-то, не говоря выше, там MBA еще получали, да, то я думаю, они бы футбол развивали бы еще быстрее бы и активнее в регионах. От вот этого организации и развития в регионе футбола зависит все остальное. И как себя чувствует, например, даже тот же самый футбольный центр Ақжайық. Федерация видит проблемы футбольного центра Ақжайыка, они должны, наоборот, вперед ФЦ Ақжайық руководство идти в облспорт и Аким области и поднимать этот вопрос там. Они должны стоять стеной за футбольный центр Ақжайық и говорить, вот у нас проблемы в футбольном центре Ақжайық, давайте поможем. Я считаю, что вот так. Вот проблемы в частных клубах, там 20 частных, 30 частных клубов, у них нету там того, нужно им помочь. Мы же должны идти в федерацию, к ним обращаться, а федерация уже как плацдарм должны идти в регион, руководство регионов и поднимать эти вопросы. Я так считаю вообще.
Как они считают, я не знаю. Бізде жүйеге осы келтіру керек қой солай иә жүйе болған дұрыс. Мысалы ол жердегі адам мүмкін жақсы бір медиа саласындағы қызметкер алу керек пе екен. Мысалы бізде балалардың арасында неше түрлі турнир өтетін. Юнкин келе жатыр, мысалы Юнкин турнирі. Оны үйінде өтетін еді. Үйінде өтетін болса, біз уже қазір федерация оны жарнамалап, осындай турнир өтеді, осындай командалар келуі мүмкін, осындай жай хаттар жіберіп дайындалу керек. Бізде Юнкин турнирі өтіп кеткен, кейде өзіміз де білмей қалып жатамыз. Петр Атаян атындағы турнир болды. Оны да қазір өткізіп алдық. Әртүрлі турнирлер өтіп жатқанмен жекелер, дюшалар өздерінің өздері өз сорпасында өзі қайнап жатқанмен белгілі бір жүйе жоқ. Ол өтетін турнирлерде туралы жарнамалау жағы да кішкене ақсап тұр. Соның барлығын бір жүйеге қоятын бір жақсы басшы керек бар деп ойлаймын енді. Ол қазіргі федерацияның басшыларының жұмысын жоққа шығарып отқан жоқпын. Олар да істеп жатыр барынша. Десе де бір жаңалық керек болар енді жұмыстарына деп ойлағанмын деген ойдамын енді. Алтын сырға құлағанда. Сосын тағы бір айтып кететін мәселе, Раке, сіз Қайрат футбол академиясын ашқан. Осындан ашып отқаныңызды білеміз. Сол не себепті Қайрат, неге басқа емес деген сияқты. Әлде олардың белгілі талаптарына қарай аштыңыз ба? Ну, к этому шел я, наверное, год. Ну, год точно я раздумывал. Почему раздумывал? Потому что я наблюдал работу наших частных клубов в регионе, да, куда детям расти. Опять же, да, подчеркну, 20 частных клубов, например. В среднем 50 детей в каждом клубе. 1000 детей занимаются. Все дети не могут пройти в Акжайка. Дальше тоже охота куда-то детям расти. Начал анализировать, почему открыли «Спартак» франшизу. Я видел, натыкался на многие там. И «Спартак», потом Galaxy у нас работает по франшизе российской тоже, юниорской российской, потом кто-то еще по какой-то российской франшизе работает. И наткнулся на «Зенит». Я вел с ними переговоры, наверное, 2-3 месяца, наверное, переписывался. И коммерческие предложения уже получил. Все, уже готов был с ними подписывать на договор. Честно, хотел я зенитскую франшизу здесь у нас в регионе открыть. И по воле случая, по воле Всевышнего, в Астане, когда мы были на турнире GKFL, я встретился с своим близким, с кем мы в детстве играли в футбол. Имя называть не буду. И вот мы с ним обсуждали. Он мне говорит, у нас в Казахстане единственная самая сильная академия – это Хайрат. И сейчас они начали тоже работать над тем, что открывают филиалы, франшизы. Может, попробуешь, если надо, познакомим. И вспомнил, да, что одноклубница в детстве, Маша Ялова наша, мы в детстве с ней играли, что она тоже там. Вышли на нее, к ней обратились, встречу съездили. Она нас познакомила, дала контакты, с кем можно переговорить по этому вопросу. Обсудили. Пришли к общему знаменателю, что нам будет интереснее все равно отечественного производителя. Да? Зачем наши дети будут уходить там играть в российский футбол? Хотя вероятность того, что туда пройти еще тяжелее, например, чем в Алматинский Кайрат. Российских достаточно детей, да, кто хотят играть за «Зенит». Решили, что с Кайратом заключим договор. Съездили, обучились мы, 3-4-дневное обучение прошли там у них на базе. Жили на базе, видели детей, как они живут. Разговаривали с тренерами, кто даже разговаривали с воспитательницами, те, кто до сих пор помнит Ромку Черкова и Данил Пастухова, наших уральских. Мы сразу спросили, а уральских? Да, уральские ребята, говорят, молодцы, хорошие были, не хулиганы, ничего. Вот, ходили, да, смотрели тренировки наших ребят. На тот момент двое ребят, вот 2009 год, они в прошлом году уже в Астану ушли. С Астаны вот мы со скаутом познакомились с Касымханом. Он говорит, да, я 2 года смотрел. Забыл, ребята, имена. Да. Ребят забыл, которые... Но я с ними виделся там и спрашивал, как условия. Они прям вообще радостные там.
Потом разговаривал даже когда с скаутом, я говорю, а как, они же в Астану же ушли же, Астана вперед была. Как вы их с Астаны к себе перехватили? Тогда их скаут сказал, ну, Руслан, сам понимаешь, пока на сегодняшний день, на данный момент, так как единственная академия в Казахстане, даже они составляют, Кайратская академия, конкуренцию Астане. Представляете, да, ребята, которые играют за Астану, они хотят играть за Хайрат. С разных городов мы видели там. Надеемся, что вот сейчас в дальнейшем, когда уже сейчас в Актюбинске в этом году, да, планируется академия, в Казаларде откроется, дай бог, когда-нибудь и в Уральске откроется, мы будем работать над этим. Если в каждом регионе будет открыта академия, то, конечно, мне, например, тогда не нужно было бы заключать договор, там, брать франшизу, открывать филиал Хайрата, например, да. Если бы здесь у нас в Уральске была бы академия, то мы бы уже понимали, что дети наши здесь останутся, им не нужно их в Кайрат. Свой местный бренд еще бы развивался. Свой бренд бы развивали. Ну, пока на данный момент все равно в Казахстане, там, у любого нашего родителя, у деда, там, у кого-нибудь спроси, все же знают все равно Хайрат, потому что это клуб, который с времен СССР защищал. Мысалы қазір айтамыз, дамытуға инфраструктура керек деп. Мысалы жаңа әке жаңа айтып кеттіңіз, Қайраттың Алматыда 4 нүктесі бар, 4 жабық крытый манежі бар, және 12 санап шыққан 12 алаң бар әр жерде. Ал бізде қазіргі футбол инфраструктурасы бір кездегіден қарағанда жақсы болар, бірақ десе де әлі дамытуды қажет етеді ғой. Қазір футбол инфраструктурасы қалай жалпы? Енді бүгінгі таңда біздер Ақжайық футбол клубы, өздеріңізге мәлім, Ақжайық стадионында жаттығу жүргіземіз. Енді алаңның жағдайы бүгінгі таңда сертификациядан өткізілді, жаман емес. Бірінші лиганы ойындарын өткізуге толық мүмкіндік бар. Екінші, негізгі енді орталық стадионда өткізген жақсы ғой, баршамызға да халық көп жиналады. Жаңағы саябақтың қасында халыққа ыңғайлы, футболды көруге де жақсы. Бірақ та енді биылғы лицензиялауға құжат дайындаған кезде біздерге стадион басшылығы енді биылғы жылы күрделі жөндеуден өткізіледі деп хат жолдады ғой бізге. Сондықтан біздер тек қана өзіміздің стадионымызды лицензиялауға өткіздік. Енді әрине АТН атындағы орталық стадионға ойнайтын болсақ жақсы болар еді. Бірақ та тап бүгінгі таңда күрделі жөндеуге дейін, өткізбегенге дейін әлі басталмаған шығар жұмыстар. Газонның жағдайы шыны керек мәз емес қой. Ол газонды ауыстырғанына уже 20 жылдан асқан болар. Әрине біз 2022 жылы ойнадық ол алаңда. 23-тің 3 ай ойнадық. Әрине газонның жағдайы нашар, себебі қажетті жаңағы тыңайтқыштар шашылу керек, ол түптелу керек, сыпырылу керек, жаңағы дайындық жұмыстары күзде өткізілу керек, көктемде өткізілу керек. Оның бәрі толыққанды жүргізілмегесін, әрине жаңағы натуралды газон дейміз ғой, оны ұстау жасандыға қарағанда өте қымбатқа шығады. Сондықтан көреміз енді күрделі жөндеуден кейін қандай деңгейде болады, оған баға беретін біз емес. Бірақ та әрине қай қаланың командасы болмасын, өздеріндегі орталық стадионда ойнаған жақсы. Ол қай жағынан да жақсы. Біреге сіздің кезіңіздегі, футболшы кезіңіздегі футбол инфраструктурасын қазір бапкер кезіндегі инфраструктура екеуі салыстыруға қалай? Қалай өзі? Газондар, алаңдар, неше түрлі алаңдар салынып отыр, тіпті ауылдарда да салынып отыр. Когда Руслан играл, Ақжайық не Только я было. хотел сказать, да. Мы играли, когда юность была поле. Ақжайық был, Локомотив же назывался тогда. Да. Он даже еще вот так поперек стоял, когда мы играли. Играли на юности, на обычной земле. Но сейчас то, что мы идем в ногу со временем, и уже поколение такое растет, что хочет, конечно, играть на газоне. Охота, конечно, чтобы, стадионы были открыты, не один, не два, не три. Тогда и больше будет шума, бума, будет интереса у детей футболом заниматься.
Считаю, что бы в каждом регионе были хорошие стадионы. Я думаю, должны уже местные бизнесмены заинтересоваться этим. Я вот задаюсь всегда вопросом, ну почему вот есть же средства строить торговые дома, там, рестораны, они им приносят доход как недвижимость. Почему не строить стадионы? Может быть, они не изучали рынок, наверное, футбола этого, но вот даже сейчас на данный момент начинают строить крытые, вот Галазу построили, там Манеша, Ангар построили, там строить хотят. Те, кто строит, они уже считают все равно же прибыль же, понимают, что доход. В любой сейчас вот позвоните, даже в Галаз, сегодня позвоните, попробуйте, да, свободного места нет. Также я разговариваю с бизнесменом вот, два раза в неделю у меня встречи с бизнесменом постоянно. Я там уже нескольким ребятам проекты уже даже рисовал, показывал, как, что построить, как нужно. Там не нужно строить вот этот маленький 20/40. Это вам просто он такой будет. А для бизнеса просто вы будете его сдавать аренду. Постройте большой, хотя бы под формат 8+1, да, как на президентской школе на Ниш-поле. Можно же в каждом микрорайоне у нас такие поля строить. Но не позволяет наши погодные условия, чтобы он был открытым. Надо его крытый. Чтобы сделать крытый, это затратно. Но даже если это затратно, вот Омега Спорт построили в свое время, я за 200 считаю, что он его давно купил эти. Да. Потому что Қостанайдың өзінде крытый манежі бар, да? Тобол арена. А бізде өкінішке орай жоқ. Сол да қиын да. Сосын жаңа бизнесмендер деп қалдыңыз. Бізде бизнесмен футболға ақша құюға, ақша салуға дайын бизнесмендер бар. Балалар футболында балалар турнирлерін спонсорить етіп жатқандар қаншама. Мысалы Петра Юнит командасы неше жылдан бері ойнап жатыр. Ақтөбеден Асланбек Какимовты алдыртып ойнап жүр ғой осында. Оларды салуға дайын десе де оларға меніңше дұрыс айтасыз, жаңағы не керек сияқты. Футбол нарығын зерттеу керек сияқты. Олар сол себепті содан кейін де келмей жүр деп ойлаймын. Барынша айттық. Алып қосарыңыз болса. Больше информировать надо, больше. Да, потому что бизнесмен жоқ емес, оған ақпарат беретін. Мүмкін біздің қателігіміз болар. Ақпарат жеткізілмей отқан, ақпаратты бере алмай отқан. Сондықтан да әзірге өкінішке орай Галазада ойнауға мәжбүрміз. Мысалы жаз бойы Ақжайық стадионда полноценный размермен тренировать етеді балдар. Қыста келеді, опять маленький. Ол жерде уже обувь басқа, да? Аяқ киімнен бастап өзгереді ол жерде. Сондықтан ол кезде енді бірсе мен кішкентай футболға, бірсе үлкен футболға екі арада жүргенде баланы уже. Поэтому и наши регионы проигрывают в такой команде, как Академия Кайрат. Потому что Академия Кайрат, она, как говорили же, круглый год. Я был в январе месяце, там, нет, не в январе, в декабре, не помню. В январе, кажется, месяце мы были, да. Чуть снег выпал, трактор почистил, они на улицу вышли. У них крытый манеж, они в крытую разминку провели, вышли на улицу заниматься. Под форматом они тренируются. Завтра в марте начался чемпионат, в апреле пускай начался чемпионат, в мае. Они готовы уже под формат? А наши ребята, да, наши футбольные центры, там даже наши частных клубов, например, мы всю зиму, 6 месяцев загоняли в эти квадраты маленькие, а тут выйти надо. Не хватит ни дыхалки, ни... Мана басында айтып кеттік қой, енді футбол дамыту үшін. Енді қазір көріп жатырмыз да, Қазақстанда енді тақырыптан кішкене ауытқиын. Футзал жақсы деңгейге көтерілді. Неге? Себебі үкіметтің, біздің мемлекеттік бюджеттің қолдауымен әрбір үйдің аулаларында, ауылдарға, шалғай ауылдарға салып берді жаңа коробкілер. Сондықтан балалар оған ойнап, кішкене футзалдың деңгейі қазір қаланың чемпионатында да қазір қаншама командалар бар. Жаңа өзіңіз айтып отыр, Петра Юнит болсын, басқасы болсын. Қазір тіпті аудандардың да командалар көп қой, футзал ойнайтын. Ол нәтижесін беріп жатыр да. Тап солай үлкен футболға, Оралға бір үлкен жабық манеждар керегі рас енді. Себебі біздер, жаңа Руслан өзі айтып кетті, осыдан
қазан айына шейін үлкен поледе жаттығады балаларымыз. Сосын бәрін топырлатып апарып футзал жасаймыз. Залға кіргіземіз. Футзалка кигіземіз. Это хорошо, если на газоне в Галазу, да? Иә, егер Галазы болса, ладно, Да. жалғастырады. А егер де біздер жаңа достық болсын, Атлант болсын, паркетке кіргіземіз, ол жерде футбол емес, ол футзал. Ол адамның басқа бұлшықтері дамиды ол жерде. Ол басқаша дем алуы, доптың размері бөлек. Сондықтан енді бір қалыпты, бір кешенді бір жаттығу жасау үшін жабық манеждер керек. Енді ол тобыл аренадағы енді әрине мемлекеттің қолдауымен салынған. Сондықтан енді мен өзім кәсіпкер емеспін, бірақ та әрбір кәсіпкерге ол кәсіпкер осы деңгейге жетуге шейін ол тиыннан тиын шығарып есептеген адам. Оған дұрыс ақпарат бермесең, дұрыс жеткізбесең, қалай санап бермесең, мен болсам да түсінбейтін жерге апарып бәленбай миллион ақшаны салу, конечно, қиындау болады ол. Сондықтан бүгінгі таңда енді жасыратын жоқ. Ең болмағанда өзіміздегі бар стадиондарға бір мемлекеттің есебінен бір жақсы күрделі жөндеу өткізсе, соның өзі бір күш болады. Себебі және олай болу керек деп ойлаймын өз басым. Себебі неше жылдан бері УЕФА-да ойнап келе жатырмыз. Ойнап келе жатырған себебіміз біздің 12% жеріміздің арқасында Батыс Қазақстанның. Сондықтан мен ойлаймын енді УЕФА-да ойнаймыз, Қазақстанның Еуропа бөлігінде тұрамыз. Сондықтан неге біздің қаламызда ұлттық құрама ойнамайды? Ол ұлттық құрама ойнау үшін жақсы бір стадион керек. Ең дегенде бір ең төменгі еуропалық стандартқа сай жабдықтаса, мына Атаян атындағы стадионымыз керемет жерде тұр. Нұр үстіне нұр болар еді. Әрине ол да балаларға бір мотивация болады. Кешегі мына көршілес Ресейде өткенде қаншама стадиондарын жаңартып, жаңадан салды, реконструкция жасатты. Ресейдің қазір футболы жасыратын жоқ. Бір-екі бас алда инфраструктура жағынан тіпті әлде қайда алыс кетіп қалған болар. Сондықтан, ең бастысы енді инфрақұрылымға, инфраструктураға да көңіл бөлу керек қой енді. Бірақ енді білмеймін, енді Оралда қазір бір мен үлкен манеж салам деген кәсіпкерді өзім көрген жоқпын, шыны керек. Вы сейчас подчеркнули же касаемо почему нашей области, там мы в FIFA играем, мы же как являемся Евразия же, регион, да, наш, который соединяет, да. Я вообще слышал, с кем-то в разговоре мне такое говорили, что когда мы вступали в FIFA и в УЕФА, был вообще разговор такой, что как типа штаб-квартира или центральное должно быть в нашем регионе. Не знаю, это правда, нет, вот прям слово в слово не могу это расшифровать, но я так понял, что здесь обещали, что здесь будет центральный, главный стадион в нашем регионе. Когда подавали вот эту заявку вступления в FIFA и УЕФА. Мүмкін, енді қазір Ақтөбеден осы федерация бір штаб-квартирасын ашып жатыр ғой. Мүмкін соның... Я слышал, что именно, когда подавали именно заявку, когда туда ездили, вели переговоры, наш регион озвучивали. Человек, который уже подавал, уже не спросишь. Кто-то все равно знает же, где-то история все равно завтра выйдет. Оғанда басқа бір талаптар болар, енді еуропалық футбол десек, олардың футболға деген көзқарасы, талаптар бөлек қой. Сондықтан мүмкін жаңағы басқа қалаға ауысып кеткен болар. Ақтөбеге ауыстырып жатырған жаңа штаб-квартираны ашуы, может соның жалғасы болар. Себебі енді батыстағы үлкен қала Ақтөбе, транспорттық жаңағы потенциалы жақсы. Жалпы қанша миллионға жақындаған болар енді Ақтөбеде. Сондайда бір критерийлер болар енді. Біздерден неге отказ беріп кетті деймін ғой Оралдан жалпы. Сейчас, наверное, уже когда дошла информация или вышла в информация уже в народ, наверное, тогда уже начали думать, мы же обещали в Уральске, а где в Уральске сейчас не в Актюбинске надо, наверное, сделать. Переставили ход. Енді біздерге мысалға Еуропаның қай елінен келмесін бір команда келіп ойнайтын болса, Астанаға асып кетіп, сосын Астанадан келу керек болады бізге. Потому что
Бізге прямой рейста жоқ қой, бірден. Да. Ол да Ну, хорошо, в Актюбинске хоть, да, все равно Я соседний город. жақын И жер ғой. знаем же, что Актюбинск все равно тоже футбольный город. Біздер енді манеж керек, ананы салу керек, мынаны салу керек, бизнесмендер тартылып футбол нарығын зерттесе деп жатырмыз. Біз түгіл мына жерде футболмен өмір сүретін Ақтөбеде дені дұрыс стадион салып, дені дұрыс манеж сала алмай жатыр. Оны да ескеру керек, сондықтан бар стадионымызды бағалап, бар балаларымызды баптап, соған жеткізсек, соның үстіне нұр үстіне нұр болар еді. Алып қосарларыңыз болса, Раке, что-нибудь добавите. Пускай развивается наш футбол, пускай Конечно, дети да. растут, пускай, а все остальное, иншаллах, придет, наверное, ждем. Хочется, знаете, как не то, что вот так отдать, вот как вы говорите, там, пусть развивается или еще что-то вы говорите. Нет, я хочу, наоборот, вот этим призвать побольше тех даже, которые сейчас есть в футболе, среди руководителей частных клубов, там, руководителей футбольных центров, руководителей облспорта, федерацию. Я хочу именно их призвать, чтобы чуть-чуть активировались, да. В наших руках мы можем сейчас заняться этим работой. Если мы все сейчас начнем активно работать на благо развития футбола, то мы сможем это сделать. А так сидеть дома и говорить, пускай развивается футбол, пускай там они делают, пускай делают. Ну, так оно и будет стоять, будет по течению идти. Нет. Я хочу, чтобы именно побольше вокруг нас было таких людей, которые будут именно реально болеть за футбол, поднимать его, афишировать, побольше турниров проводить, мероприятий, лиги всякие создавать, да. В этом году вот мне доверили лигу здесь в регионе, Измет-лигу возглавить, создать. Есть футзал, который играют ребята, они госслужащие, Бырлест-лига называется, да, Бырлест-лига называется. Сейчас в этом году я буду работать над проектом Кызмет-кап. Чем он мне дает плюс, я вот сразу хочу сказать, я уже ребятам нашим озвучил, то, что те ребята, футболисты наших частных клубов, которые не смогут заиграть на профессиональном уровне, завтра мы им будем помогать устраиваться на госслужбу. И имея опыт игры в футбол, любимой своей игры в футбол, хобби свое, они завтра могут быть профессиональными госслужащими, которые могут работать и совмещать игру в футбол. Кызмет-лига демекші, еще волейболда да сондай практика бар? Волейбол есть, но я взял на переговорах именно футбол. Буду работать над тем, специалистов буду подключать, уже разговариваю я с ребятами, кто волейболом занимается, шахматы буду там и толску-малак подключаю. Пока первый с футбола начну, в этом году уже начнем летом проект этот. Я Руслан сөзіне толықтай қосылам. Себебі біздерде қазақтарда қанымызға сіңіп кеткен ғой енді. Я ертең болашақта деп сұра саламыз да. Ол болашақта өзімен өзі бола қоймайды ғой. Сондықтан бүгіннен бастап қолымыздан не келеді, қалай жасауға болады, соның бір икемін бұрып жасап бастап көрмесек, үйлесе ме, үйлеспей ме, оны енді бір алла біледі. Бірақ та ештеңе істемеген адам қателеспейді ғой. Сондықтан жаңағы айтып отқан әңгімелерімізді жүзеге асырып, қолымыздан келгенше жаңағы шараларды өткізіп, бір өз үлесімізді қосып жұмыстану керекпіз ғой жалпы. Сондықтан енді балалардың футболы, біз Қазақстан футболын ойлайтын болсақ, балалардың футболын ойлау керек те бүгіннен бастап. Сондықтан балаларымызға бір минималды жағдай жасай алмай, үлкен жетістіктер туралы айту ерте сияқты. Сондықтан бүгіннен бастап жұмыстанып, жаңа қолымыздан келгенше қайталап айтам, шараларымызды өткіземіз бе, жоспарлаймыз, жоспарлаған затты жүзеге асырып. Ол нәтиже бере ме, бермей ме, оны айта алмаймын, бірақ та жұмыстанып көру керекпіз, оған жұмыстану керек бізде. Сондықтан Ақжайықта, жалпы Оралда футбол бұғынға шейін болды, әзірде бар, бірақ та ертең негізгі командамызда жергілікті баламыз жоқ деп отырмау үшін балаларымызды бүгіннен бастап дайындай берейік, соған жұмыстанайық. Рахмет, сәттілік тілейміз қызметіңе. Рахмет. Келгендеріңізге көп рахмет, Руслан.
мәке, енді не дейміз, бізде футбол бар, футбол өлмейді, футбол тек қана белгілі бір алаңда өтіп жатқан 22 ойыншының текетірес емес. Футбол деген ол өмір. Футбол жарнама барсаң да футбол, телевизорда қоссаң да футбол. Тіпті футболдың айналасындағы соны дамыта берсек, соған жеткізсек белгілі бір профессионал деңгейге, ол футболдың айналасында сол жердегі басқа да жеке кәсіпкерлерге де, сол жерде жүрген адамдарға да әлдеқайда пайда алып келетінін ескерейік. Балалар футбол дами берсін. Руслан, сізге сәттілік тілейміз. Жеке футбол клубтары арасындағы жарысқа кетіп бара жатсаңыз, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Рәке, сіздің де кеуджедағы балалар жеңісімен қуанта берсін. Негізгі құрамда жеңісімен қуанта берсін дейміз. Келгендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсы.